Стан KZ-дің журналисті маған Германияға келуге, не болмаса шетелге шығып жұмыс жасауға деген ой сізге қайдан келді деген сұрақ қойды. Мен ешқашан, еш уақытта, мен всегда эфирлерде де айтам, еш жерде, университетте де, мектепте де, лицейде оқыған кезінде де ойламағам шетелге барып жұмыс істеймін ау деп, не болмаса карьерамды шетелде жалғастырамын деген. Менде бір ғана мақсат, сол медик болу, лор болу, Қазақстанда резидентураны лорда оқу, және сол жерде частный клиникада істеу ғана болғанда енді мақсат. Бірақ Құдайдың мақсаты басқаша болған. Мен 2022 жылы Ференджоппен Германияға достарымның арқасында деп айтам, бірінші алдымен Алла түрткісімен, барайық та көрейік та деді. Сосын менде студентпін, естественно, менде ақша жоқ, бірақ достарым айтқаннан кейін қызықтым, енді бір көреген тәуекел қылып не болады, бір мәнісі болар деп, бір досымнан $1800 қарыз алдым, $2000 қылып қайтарамын дедім. Соның барлығын жұмсап, Германияға келіп көдім. Оказывается, бұл жерде күшті екен. Бұл жерде өмір сүру деңгейі, адамдарға да деген бір-біріне деген көзқарас, құрмет, қатты стресс аз. Сонымен қоса, сол біздің университетте оқыған врачпен кездестім, сол кезде түсіндім. Олдан бағдар алдым, одан кеңес алдым. Маған ұнады айтқандары. Бірақ әрине ол доктор әркім адамға жүріп өткен жолы былай айтқанда оңай болып көрінеді ғой. Айтқан, былай істейсің деген ойлағым оңай деп. Но на самом деле еш жерде оңай емес, оны түсініп жатырмын. Но істеген адамға болады екен. Мен солай не үшін Германияға келмеске? Елдің бәрі істеп жатыр, жұрттың бәрі Америкаға барып жатыр, Европада жұмыс істеп жатыр, Францияда істеп жатқан қаншама Қазақстан студенттері бар. Неге мен істемеске, неге мен көрмеске, неге мен соны бастап көрмеске деп тәуекелмен оқу бітіргеннен кейін келем деген ниетпен ойладым. Мен тәуекелмен келіп қалдым. Айтқым келген сол үшін әр зат бір түрткі болуы мүмкін, бізге бір талшық болуы мүмкін. Осы видео бір студенттерге жіберіп қойсаңыз, баруды қалап, не болмасам ойланып жүрген студенттер болса, не істемеген, көрейін ба, көрмейін ба, стоит, не стоит деген болса, жіберіп қойсаңыздар болады. Бұл да бір мүмкіндік. Ал Ференджоппен барып көрем, осы жерде өмір сүріп көрем, сезінемін, не болмасам ел көрем, жер көрем деген студенттер болса, пожалуйста, бізге жазсаңыздар болады. Тілі бар жақсы студенттерді біз іріктеп алып, тіркеп, Германияға келуіне, осы жақта жұмыс жасап, қыдырып кетуіне максимально өзіміздің қолымыздан келгенше көмекті беретін боламыз.